Құрметті оқушылар, менің математика каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бөлшекті бөлшекке көбейту ережесімен танысамыз. А бөлінген В көбейтілген С бөлінген Д тең. Алымындағы А көбейту С жазылады, ал бөлімдегі В және Д екеуі көбейтіліп жазылады. Енді осы әріптердің орнына сан қояйық. Бізге 5-тен 2 көбейтілген 3-тен 2 деген 2 жай бөлшек берілген. Осы формула бойынша орындап көрейік. Алымында тұрған 2-ні мына тұрған 2-ге көбейтеміз. Бөліміндегі 5-ті мына тұрған 3-ге көбейтеміз. Нәтижесінде 5 жердегі 3-ім 15, алымында 2 жердегі 2-ім 4, 15-тен 4. Тағы да бір мысал алып көрейік. 8-ден 5 көбейтеміз 7-ден 2. Біз көбейту амалы кезінде қысқаратын сандарды қысқартып жіберейік. Бізге мына 8 бен 2 қысқартылады. Яғни 2 деген ортақ санға қысқарады. 2-ні 2-ге бөлсек, 1-ден тиеді, 8-ді 2-ге бөлсек, 4-ден тиеді. Енді қалған санды жазайық. 5 көбейту 1, 4 көбейту 7. 5 жердегі 1-ім 5, бөлімінде 4 жердегі 7-ім 28. Яғни жауабы 28-ден 5. Егер видео ұнаған болса, оқушылар, менің каналыма тіркеліңіздер.